Сәлем достым, кезекті лайфхак сіз үшін. Оқырманыңыз 10 мыңнан аспаса да, осындай WhatsAppқа, YouTubeқа, тағы да Instagram парақшаларына, Telegram каналына ссылканы қалай қоямыз, соны көрсетейін. Сонымен біз ссылканы қалай қоямыз? Наклейка дегенге барамыз. Сосын, мінекейіңіз, мына жерде панель инструментів шығады. Осының арасынан ссылка дегенді таңдаймыз. Мінекейіңіз сізге ссылка қою мүмкіндігі ашылады. Яғни мына жолақшаға сіз ссылкаңызды жазасыз. Мысалы, WhatsApp ссылкаңызды жазу үшін деп жазасыз, .me. Сосын мындай сызықша басасыз. Сосын 7, менің жағдайымда менің номерім 707-889-6601. Готово деп жазасыз. Мінекейіңіз, WhatsApp ссылка дайын. Енді сізге YouTube каналыңыздан сүйікті бір каналыңызды өзіңіздің сториске салғыңыз келеді. Оны қалай саламыз? Ең бірінші поделиться дегенді басамыз, сонда копировать ссылку деген бар. Көшіріп аламыз ссылканы. Сосын Instagramға келеміз, наклейканы басамыз, сосын ссылка дегенді басып, мына жерде URL деген жолақшаға жаңағы YouTube каналының ссылкасын саласыз. Сосын готово дейсіз. Мінекей сіздің YouTube каналыңыздың ссылкасы шықты. Керемет емес пе, иә? Сосын енді келесі ссылканы көрейік. Мысалы, сізге Instagram парақшасының ссылкасын көрсету керексіз. Оны қалай жасайсыз, соны көрсетейін. Мысалы, сізге бір парақша ұнап қалды. Сол парақшамен бөліскіңіз келіп тұр, иә? Оны аласыз да копировать етесіз ссылкасын. Үшініктен бастық. Скопировать URL профиль дейсіз. Сосын өзіңіздің сторисіңізге келесіз. Сториспен бөліскіңіз келеді. Үсті басып, сторис шығарайық. Сосын қайтадан наклейка бастық, ссылка деп басасыз да жаңағы скопировать еткен URL адресті саласыз. Готово дейсіз. Мінекей сіз сол парақшамен ссылка қойып қойдыңыз. Керемет емес пе, иә? Сол сияқты кез келген ссылканы қоя аласыз сіз. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.